Сәлем, бүгін сіздермен негізі еркекпен қарым-қатынас измена не үшін болады, немесе измена болмау үшін примерно әйелдер немен жұмыс істеу керек, қандай пункттармен жұмыс істеу керек, сол туралы айтатын боламыз. Бұл күйеуі бар әйелдерге, отношения құрғысы келіп жүрген қыздарға, отношенияда жүрген қыздарға да, және өзінің негізі проблемасы не, именно қарым-қатынаста отношения құра алмай жүрмін, менде қандай проблема бар деген сұраққа жауап бергісі, жауап таппай жүрген қыздарға арналған. Негізі бірінші мынаны айтқым келеді. Измена болған кезде, изменада сразу измена жасайтын адам, ол все равно жауапкершілікті ең бірінші өзіне алу керек. Яғни, мысалы, мен мынандайды қолдамаймын, қыздарға измена болды, значит 100% сен кінәлісің. Мысалы, көп коучтар, көп психологтар осыны айтады, иә? Егер измена болып жатса, значит сен кінәлісің, сенен басқа ол жерде ешкім кінәлі емес. Егер сен идеальная болсаң, бәрі керемет болар еді деген сияқты, иә? Мынаны біліңіздер, что кейбір еркектер бар, сен қаншалықты идеальная бол, сенің қаншалықты самооценкаң күшті болсын, сен қаншалықты фигураң керемет болсын, иә, все равно изменять ететін еркектер бар. Оларды не кім дейміз? Оларды нарцисс дейміз, абьюзер дейміз, иә. Оларға сенің әдемілігің, кереметтілігің қатты маңызды емес. Ол все равно бағалағысы келмейді. Ол оның ішіндегі травмасы, ол оны сенен шығарғысы келеді. Например, жақында осыдан 1 жыл бұрын болған историяда, яғни соңы қайғылы болған историядағы жаңағы Бишімбаев пен Салтанатты айтсақ, иә, өте әдемі қыз, өте фигурасы да бәрі жақсы, адамды сыйлай біледі, еркекті сыйлай білетін қыз екені көрініп тұрды, но все равно где-то өзінің балалық шақтағы травмасы бар, тәуелділігі бар деген сияқты, иә. Соңында жаңағы осындай жағдайға алып келіп тұр. Енді бұл тек қана бір кішігірім ғана мысал, оның ішінде жаңағы бір полностью өзіңізді көріп керек емес, иә. Енді мынаны айтқым келеді тағы да, просто қысқаша бір сөзбен айтқанда, измена болса автоматты түрде өздеріңізді кінәлап керек емес. Кім измена жасады? Ең бірінші жауапкершілік сода. Бірақ менің өмірімде қайта-қайта қайталанады. Отношенияда что-то менімен дұрыс емес. Например, кейбіреулер 2 күйеуден ажырасқан, 3 күйеуден ажырасқан, да, кейбіреулер ішінде отношенияны құра алмағандықтан бір сезім, всегда бір жаман сезімде жүреді, иә, осындай қыздар өте көп. Солар егер мен өзімде нені өзгерткім келеді, егер менде проблема болатын болса, в чем проблема деген сияқты сұраққа жауап бергілеріңіз келсе, осы пункттарды қарап өтіңіздер. Бұл пункттардың барлығы 100% сізде болу деген емес, бірақ та осының ішінде хотя бы 4-5 пункт болатын болса, бұл сіздерге кішкене отношенияда полностью сіз кінәлсіз деген сөз емес, но отношенияда сізге или зависимостьқа түсіп кетесіз, тәуелді боласыз, иә, еркектен, сізді басынып алу мүмкін, или сізге измена жасау мүмкін. Осы пункттардың 4-5-еу сізде болса, уже сізге отношения құру кішкене қиынырақ болады. Сондықтан мән беріп, просто тыңдап алыңыздар, немен жұмыс істеу керек, не сізде дұрыс емес екенін айтып өтейін. Бірінші, ол мені бағаламайды деп жүру, жертва состояниясында болу. Мені бағаламайды деп, яғни біз басқадан мақтау күтеміз, басқадан мақтауды, бағалауды, мені бағаласа екен, мені біреу керемет екенімді айтса екен, мені күйеуім күшті екенімді айтса екен деп басқа біреуден всегда одобрение күтіп жүреміз. Бұндай әйелдер қандай? Бұндай әйелдер өзінің ішінде ешқандай ішкі опорасы жоқ, самооценкасы төмен, иә. Маған басқалар айтса екен, менің қандай екенімді күйеуім айтса екен, менің идеальная женщина екенімді, менің классный екенім, например, самооценкасы нормальный адам айтады, блин, какая я классная, какая у меня классная кофта, какая у меня классная фигура, я просто классный человек деген сияқты өзін-өзі мақтай алады, иә. Бірақ та самооценкасы төмен адамның өзі жайлы восприятиясы дұрыс емес, мен лайықты емеспін, мен әдемі емеспін, мен жаңағы түрім онша емес деген сияқты неше түрлі өзі жайлы восприятиясы дұрыс еместерде всегда осындай басқалардан бағалау күту, именно күйеуінен одобрение, бағалау, мақтау күтіп жүреді, иә. Жасаған тамағы үшін, киген көйлегі үшін, қидырған шашы үшін, бәрін қалай болды деп. А не то, что вот жай сұрау бар да, қалай сенше жарасып тұрма деп, бірақ ішіңде өзің білесің саған ұнап тұр. А кейбіреу именно күйеуінен мақтау күтеді, сол үшін да. Екінші, мені бағаласын деп, осыған жақын, мені бағаласын деп жасайды.
Әдем жаңағы салон красотыға барса өзі үшін емес, мені бағаласын деп жасайды. Киім алуға барса өзі үшін емес, жігіттер маған қарасын, күйеуім мені бағаласын, менің қандай екенімді көрсін деген сияқты. Бір білімді алып отырса өзі үшін емес, да, мысалы даже күйеуге шықпай жүрген қыздар, бірақ отношенияда дұрыс жаңа құра алмай жүрген қыздар, да, допустим, отношениясы құрғысы келіп жүр. Олар даже мысалы курс оқыса да или күшті жерге жұмысқа орналасса да, машина алса да, бір не жасаса да, мені қазір көрсін, какая я классная. Өзі үшін емес, мені көрсін ана жігіттер қандай екенімді, да. Даже мысалы күйеуінің жанында жүрсе, не істейді? Енесіне барып көмектесу, абысында, ортада күліп жүру, мені көрсін күйеуім қандай екен, қандай жақсы әйел екенімді көрсін, мені бағаласын деген ойменен жасау. То есть осыны түсіндіңіздер деген ойдам, прям өздеріңіздің өмірлеріңізде қараңыздар, қай жерде я так хочу, сондықтан мен жасап жатырмын емес, қай жерде мен осы күйеуім бағаласын, мені жігіттер бағаласын, мені жүріп жүрген жігітім бағаласын деп жасайсыздар, Да, это классно, біреу бағаласын деп жасау ол жаман деп тұрған жоқпын. Бірақ та чересчур настолько бір тәуелділік бар да, сол адам басқа еркек мені бағалау үшін жасаймын деген ой. Понимаете? Сондықтан бұл тоже сіздер қаншалықты одобрение алуларыңыз келсе де, сіздер сырттан энергетический уровеньде көрініп тұрады ол, что сен өзіңе сенімсіз әйел екен. Неге мысалы жігіттер көбінесе измена жасайды? Неге тастап кетеді? Айтып отырмын ғой, тағы да ол жігіттің проблемасы, мен сіздерді кінәлағым келмейді изменаға. Бірақ та, егер менде қандай кінә бар, вот что можно изменить, өзімді өзгертуге болады деген болсаңыздар, осыған мән беріңіздер, Сіздерде уверенность жоқ қой, мысалы, мені бағаласын деп әрекет еткен әйелде өзіне деген уверенность жоқ. И ол все равно сезіліп тұрады. Өзіне сенімді емес әйел все равно она не привлекательная. Еркек үшін не привлекательная. Негізі өзіне сенімді емес адам, ол вообще не привлекательная. Даже бірдемке сатқан кезде де, егер сіз өзіңізге сенімді болып сатсаңыз да, вот мен продуктыма сенімдімін, мен осыған сенімді болып жасаймын деген адамнан больше алады, чем мынаны осыны күшті екенін білсе екен, мен осыны күшті қылып көрсету үшін не істесем екен деп жаңағындай бағаласын деген ойменен жасау, ол мүлдем басқа. Ол жерде больше тревога бар, ол жерде больше өзіңе деген сенімсіздік жоқ, просто өзіңді пихать ету деген сияқты, понимаете? Өзіңе товарыңды пихать ету деген сөзді білесіздер ғой енді, прям көрсеткісі келу, осынды тығып бере салғысы келу, да, сондай бір сезім іштегі. Бұның артында сенімді адам тұрмайды. Сондықтан это никогда не привлекает басқа адамды қарсыда тұрғанда. Үшінші пункт. Мені тастап кетеді ма деп қорқады. Көбінесе мені тастап кетеді ма деп қорқады. Сондықтан өзі больше, егер жігіті болатын болса, расставание туралы айтады. Егер күйеу болатын болса, тоже ажырасайық деген сияқты бір манипуляцияларды айтады, Бірақ та ішінде всегда маған айтпасын бірінші. Мен бірінші айтайын осыны. Мені тастап кетпесін, сондықтан мен бірінші айтып тастайын деген бір сенімсіздік бар. Өзіне деген опять сенімсіздік, бұл. Яғни контр тәуелділік. Тәуелділіктегі әйел мені тастамашы, вообще мені тастамашы, мен тастамау үшін бәрін жасайын деп ойлайтын болса, контр тәуелділік дегенде ол да тәуелділік. Просто ол жақындаудан қорқу, потому что маған больно жасайды, менің жүрегімді ауыртады, сондықтан мен ұзақтан, қазір ол маған ажырасайық деп айтсам, мне будет больно, сондықтан мен бірінші айтайын. Мен сенен кетемін, хватит уже, давай расставаться етейік, давай ажырасайық деген сияқты жаңағы или балаларын айту, да, вот деп, балаларымен манипуляция жасау, қыздарда, допустим, сен деген жақсыға лайықтысың, жарайды, мен ақ жаман болайын деген сияқты сөздерді айтып, бірінші жаңағы расставание туралы айта беру, бұл да ертең изменаға, ертең жаңағы шынымен расставанияға алып келетін жағдай. Изменаның өзі кәдімгідей расставание, маленькая смерть деп айтады кейбір жерде, что ол изменаның өзі осындай жағдайға алып келеді. Төртінші пункт, кейбір жерде, мысалы, әйелдер, жаңағы айтқан үшке ұқсайды, кейбір жерде әйелдер настолько неискренне болады, ол жігітті, опять же, контр тәуелділік,
ол жігітті ұнатып тұрса да ұнатпайтын сияқты, пускай өзі маған звондасын, пускай өзі жүгірсін. Например, күйеуін құшақтағысы келеді, сүйгісі келеді, күйеуіне комплимент айтқысы келеді: ты у меня такой классный, я тебя люблю, прям сенде күйеуім бар болғанына прям ризамын деген сияқты сөздерді айтқысы келсе де айтпайды, қазір басыма шығып кетеді. Бұл не? Бұл балалық шақтағы жаңағы травмалар ғой, восприятие, қабылдаудың дұрыс еместігі. Қазір айтсам, мақтасам, ол деген басыма шығып кетеді. Сондықтан мен мақтамайын деген сияқты жаңағы вид жасап жүру, контр тәуелдікте жүру, суық болып жүру. Короче, маған пофигу, сен болмасаң да мен өмір сүре алам деген сияқты. Да, қыздар, әйел адам, мен күйеуімді жақсы көремін, мен сонымен өмір сүргім келеді, бірақ та күйеуім болмаған күнде де мне будет больно, но мен өмір сүре алам деген сезімде болу керек. Бірақ мына жердегі жағдайда именно мен онсыз өмір сүре алмаймын, ол менен кетпесе екен деген бір тәуелдік бар, бірақ та содан, переживаниядан соны көрсеткісі келмеу, суық жүру, біліп қоймасын, мен тастап кетпесін деген. Ол айтып отырмын ғой, ол энергетический уровеньда сезіледі. Әйел адамның переживаниясы, өзіне деген сенімділігінің жоқтығы, ол все равно сезіледі. Бұның түбінің бәрі әйел адамның өзінің ішкі тіреуінің қалыптаспауы, өзіне деген сенімділігінің жоқтығы, яғни самооценканың стабильный емес екенін көрсетеді. Кейбір әйелдер жаңағы бейтіп жоғары болып жүреді. Күйеуін асырап, мен асырап жатырмын сені, менің тауып атқан ақшамның арқасында деп жаңағы жоғарыда қарау, спасатель болу, агрессиямен қарау, оның барлығының астында мен онсыз өмір сүре алмаймын деген состоянияда болу. Әрине, бұл жерде не істеу керек? Бұл жерде кішкене өзіңнің сенімділігімен жұмыс істеп, кішкене әлсіз болудан қорықпау. Көп әйелдердің проблемасы әлсіз болудан қорқу ғой. Әрине, бұған жету оңай емес. Өйткені көбісі ойлайды ғой, сенімділікпен, ішкі опорамен жұмыс істеу бір-екі сөзбенен болады деп. Негізі психологияның өзі оңай емес. Негізі психологияның өзі кәдімгідей уақытты, кәдімгідей энергияны алады. Бірақ та өзіңізбен жұмыс істесеңіз, действительно ақшамен қарым-қатынасыңыз жақсарады, айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынас жақсарады, өзіңізбен қарым-қатынас жақсарады да, күйеуіңізбен, балаларыңызбен қарым-қатынас 100% жақсарады. Бұның астының бәрінде тұрған балалық шақтағы травма, содан қалыптасқан сенімді, өзіңе деген сенімділік жоқтығы, вот осының бәрі влиять етеді. Енді ары қарай 5-ші пункт. Көп күмәнданады және көп қызғанады. Байқасаңыздар, араларыңызда сондай бар. Мен сіздерге басында айттым, мына айтып тұрған пункттың бәрі осы бір адамда болуы мүмкін емес. Біреу қызғанбайды, бірақ басқа пункт бар. Біреу наоборот қызғанады, бірақ жаңағы пункттардың біреу жоқ болуы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз уже бір 4-5 осының бар болатын болса, уже звоночек. Сіз отношенияны дұрыс құра алмайтыныңызда, или ертең отношения изменаға келуі мүмкін, или там измена болса, не үшін измена болған жауабы, Ары қарай жалғастырайық. Жаңағы 5-шісі қызғану, күмәндану. Вечно күйеуіне сомневаться етіп жүреді. Неғып бүйтіп айтты екен, неғып мынау кеш келіп жатыр екен, осының біреуі жоқ па екен, бірдеңке болып қалған жоқ па екен деген сияқты да. Вечно біреу тауып алған жоқ па екен, вечно бір күмәннің ішінде жүреді. Осы мен точно жақсы көремін екен, жақсы көрмеймін екен деп, И сонымен бірге енді ары қарай ревность туралы өздеріңіз білесіздер, қалай қызғанатындарыңызды, телефонын тексересіздер деген сияқты да. Ары қарай басқаларға бұндай әйелдерді көбінесе именно осы пунктке қарағаныңыздаршы, басқаларға деп айту үшін өзіне жоқ деп айтатын әйелдер. То есть бұл уже любой, не только жігітіңмен күйеуіңмен расставание алып келеді, бұл сені уже кәдімгідей төмендетеді. Қарым-қатынаста, жұмыста, достарыңның ортасында. То есть біз басқаларға деген сөзді айту үшін өзімізге жоқ деп айтамыз көбінесе. Біз өзімізді 2-ші орынға қоямыз, 45-ші орынға қоямыз. Күйеуіміз әдемі болып жүрсін, өзімізге киім алмаймыз. Балаларымыздың жақсы өмірі болсын деп өзіміздің қалауымызды жасамаймыз. Осы үйде күйеуім тыныш болсын, балаларым бақытты болсын деп жаңағы өзіміздің қалауымызды жасамай, солардың қалауымен ғана жүреміз. Көптеріңіз, например, даже бытовуханың өзінде, күйеуім демалып алсын шосы деген сияқты нетіп, өзіңіз, наоборот, өзіңізден отказ беріп, білмеймін, балалармен бір жаққа кетіп қаласыз да, или, әртүрлі жағдай. Просто түсініп көріңізші, өзіңізге
басқаларға я деген сөзді айту үшін, басқалардың қалауын жасау үшін өзіңіздің қалауыңызды жасамайсыз. То есть өзіңізге жоқ деп айтасыз, өзіңізден отказ бересіз. Бір жерге барғыңыз келмей тұр, бірақ та өзіңізге жоқ, күйеуің айтып тұр, барасың. Жоқ, мынаны көйлекті кигің кеп тұр, бірақ та жоқ, күйеуің айтып тұр, оны кимейсің деп тұр, значит кимейсің. Да, конечно, еркек үшін всегда важно сіздің внешностіңіз, еркекте қызғаныштық бар. Кейбір жерде сіз мини юбка киіп алып, жаңағы нетіп жүрсеңіз, еркек қызғанады, ол үшін ол важно. Ондай жерде, конечно, күйеуің үшін сен жоқ дегенді айту нормально. Негізі отношения құрғанда, негізі күйеуге шыққан кезде түсініңіздер, кейбір көп өздеріңіздің құндылықтарыңыздан отказ беру керек болады. Мысалы, қыздарыңмен қыдырма деген сияқты, мына қыздарың маған ұнамайды, бірақ мыналармен жүре бер деген сияқты, да, мынадай киімді киме деген сияқты бірдемкелер болады. Но кейбір әйелдерде слишком болып кетеді, что өзінің өмірінен полностью отказ береді, чтобы басқаның өмірімен сүру үшін. Бұл не? Бұл толығыменен тәуелділік басқадан, тәуелді әйелдер, олар еркектеріне не сексуальная, не интересная, да, ол ажыраспауы мүмкін, бірақ та ол даже әйеліне әйел сияқты қарамау мүмкін. Да, ол менің балаларымның анасы, да, ол жақсы әйел, да, менің мамам оны жақсы көреді деген сияқты, бірақ та сексуально привлекать етпеуі мүмкін. Осы пунктқа қатты мән беріңіздер. Даже мынандай да жағдай бар, да, сіздер күйеуге шыққан жоқсыздар, бірақ та жігіттеріңіз бар. Вроде бы, да, жүріп жүрсіздер, но все равно чувствуете, что как будто ол сізді ұнатпайды. И түбінде где-то түсінсеңіздер, сіздер ол үшін где-то көп отказ бересіздер, ол үшін бәрін жасайсыздар, жаңағы өзіңізге жоқ деп айтасыздар. И ол сізді бүйтіп айтады да, жақсы қыз, әйел болатын қыз, өте ақылды қыз деген сөздерді сіз туралы осындай описание. Я обожаю ее, я просто не могу без нее, я просто вот көрсем, жанданып тұрам, көргім келіп тұрады деп айтады. Да, жақсы әйел, да, жақсы ана бола алады, да, ақылды қыз, да, өзінің жұмысы бар деген сияқты сөздерді айтады бұндай әйелдерге, да. И осындай әйелдер, они чувствуют все равно, что бұл еркек мені бір ұнатып тұрған жоқ деген сияқты. И түбінде жаңағы өзіңе қай жерде отказ беріп жүрсің, сол еркек үшін тоже бір сұрақты өзіңе қой, ол үшін или вообще өмірде көп жерлерде, мысалы, біз бәріне я деп айту үшін өзімізге жоқ деп айтамыз, хорошая девочка позициясы. И именно айтады ғой, айналаңның бәрі сені жақсы көретін болса, задай себе вопрос, қаншалықты сен өзің жақсы көресің, потому что айналадағы бәрі сені жақсы көріп жатса, где-то сен өзіңе көп отказ беріп жүрген әйелсің, көп отказ беріп жүрген адамсың. То есть это 100%. Сондықтан өзін жақсы көретін адамдарды көбінесе 100% жақсы көреді деген жоқ. Да, біреу оның самооценкасына восхищается, біреу оны ненавидит, но 100% жақсы көрмейді. А кейбіреулерді вот классная девушка деп 10 адамның 9 айтатын болса, ол қыз где-то или маска киіп жүрген, или действительно сондай басқалар үшін өзін құрбан етіп тастаған адам болуы мүмкін, да. Так, ары қарай кеттік. 7-ші пункт. Тревогадан өз-өзімен бола алмайды. Оның орнына идеальный мінсіз болуға тырысады. Түсінікті, То есть сама собой, легкая, там билегісі келсе билеп, там ортаға шыққан кезде сөйлегісі келсе сөйлеп, білмеймін, жасағысы келсе жасап, жігітімен қалжыңдасқысы келсе қалжыңдасып, флиртовать еткісі келсе флиртовать ету дегенді білмейді. Оның орнына жаңағы тревогадан қалай мен идеальный болсам екен, қалай дұрыс істесем екен, қалай дұрыс сөйлесем екен, қалай дұрыс киінсем екен, қалай, чтобы қалай идеальностьқа талпынады. Бұл да бұл нені көрсетеді? Бұл үрейді көрсетеді. Өте көп үрей бар. Негізі, мысал, маған терапияға келген көп измена жасаған әйелдерге қарасам, оларда өте көп үрей бар. То есть не бывает такое, что самооценкасы жақсы, бірақ үрей жоқ. Үрей бар, бірақ самооценкасы нормальный. Ондай болмайды. Бұның бәрі букет гүл сияқты. Сенің үрейің бар ма? Сенде самооценкамен де проблема. Балалық шақта травмаларың да бар. Өзіңде ұят сезімі де көп, кінәлау сезімі де көп, перфекционизм бар, жаңағы идеальностьқа талпыну бар. Басқалардың сөзіне, бағана айттық қой, бірінші пункт, басқалардың сөзі бағаласа екен деп тұрады, басқалардың бағалау үшін өмір сүреді, басқалардың я деген сөз үшін өзіне жоқ деп айтады. Ну, хорошая девочка позициясында жүреді. Бұның барлығын түбі опять ішкі опора, самооценканың дұрыс болмауы.
адам бірінші өзінің мына ішкі дүниесімен жұмыс істеп, өзіне сенімді болып, со мной все окей деген позицияға жеткен кезде, то есть ол тағы да айтамын, қарым-қатынаста да, ақшамен қарым-қатынаста да, айналадағы адамдармен қарым-қатынаста да, сексуальная близостьта да, то есть күйеуіңмен, жігітіңмен отношенияда деген сөз ғой енді. Осының бәрінде жақсы бола бастайды, және өзін бағалай бастайды. Но көбісінде осы дұрыс болмағандықтан түбі осыған алып келеді. Бұл 7-ші пункт, жаңағы тревогадан өзі сама собой бола алмайды, оның орнына идеальная болуға тырысу, я. Ары қарай 8-ші пункт туралы айтайын. Манипуляция туралы айтайын, я. 8-ші пункт өзін немесе басқаларды кінәлай береді. Например, бұндай әйелдер жаңағы отношенияда болатын болса, күйеу болатын болса, то есть ауырып қалса, вот осының қасында өмір сүріп жүріп, осы үшін мен ауру болдым, осының балаларын бағам деп ауру болдым, осының анасын бағам деп ауру болдым деп біреуді кінәлаған жақсы көреді, немесе сосын өзін кінәліп кетеді, сорлы, бәріне осы мен кінәлімін, мен болмасам бәрі керемет болар еді деген сияқты кейбір жерде өзін кінәлап жүреді. То есть ответственностьті или оған жіберіп қояды, или өзіне жіберіп қояды деген сияқты, я. Өзінен алып тастайды да, сен кінәлісің деп отырады, одан кейін сорлы, бәріне мен кінәлім деп отырады. Яғни бір кінәліні іздеп отыру. Көбінесе әйелдер жертва состояниясында отырған әйелдер ғой, бұның көбісі, я. И жертва состояниясында күйеуін кінәлайды. Вот күйеуіңізді осы үшін сен кінәлісің, біздің осындай сорлы болып жатқанымызға сен кінәлісің, менің осындай ауру болып қалғаныма сен кінәлісің, балаларымыздың осындай болғанына сен кінәлісің, сен алқаш болмасаң осындай болмас еді деген сияқты жаңағы бір кінәлауды іздеп отыру. Бұл да разводқа алып келеді, бұл да изменаға алып келеді, бұл да отношенияның бұзылуына алып келеді. Сондықтан бұндай жерде, яғни кінәлау сезіммен жұмыс істеу керек, жауапкершілікпен жұмыс істеу керек. Бұл да әрине самооценка, ішкі опораға байланысты, я. 9-ші пункт, басқа әйелді мақтаса, сол жерде оны жамандап тұрғандай сезінеді. Вот бұл да көп әйелден байқалады. Например, күйеуі айту мүмкін, я, мәз толды ана әйел деген күшті қылып жасап қойыпты, я, керемет жасапты, я десе, сразу сонда не мен жаман жасадым ба не? Не, мен жаман деп тұрсын ба не? Мынаның әйелі күшті билейді екен, я десе, мысалы, не сонда мен ағашпын деп тұрсын ба не? Ағаш деп айтқым кеп тұрма меніне деген сияқты жаңағы біреуді мақтағанын көтере алмайды бұндай әйелдер. Басқа бір әйелді мақтағанын. Потому что ішінде конкуренция бар. Конкуренция кімде болады? Көре алмаушылық бар, конкуренция бар, я. Конкуренция кімде болады? Менің Алла тағала маған рызық маған беріп қойған несібемнің бар екеніне мен сенбеймін. Басқалар лучше болса, солар менікін алып алады деген адамдарда всегда жаңағы бір конкуренция болып тұрады, понимаете? Ал конкуренция қандай адамда жоқ, маған беретін, менің әдемілігім маған жеткілікті. Мені жақсы көретін адам, мені осылай жақсы көреді. Менің товарымды алатын адам, итак та келіп алады. Менің рызық несібемді ешкім менен тартып ала алмайды деген адам, ешқашан өзін басқа қасындағы бизнестағы, мен кішкене бизнесті да қосып айтайын, бұл жерде әйелдерге керек болады деген ойдам. Бизнестағы да, например, болған жағдайда ол өзін конкурировать етпейді, да? Окей, оның өзіне клиенттер келеді, маған өзіме келеді клиенттер деген сияқты, я. И также, да, басқа әйелдің де жақсы сторонасы бар, менің де жақсы сторонам бар деген өзіне сенімді әйел осылай айтады. Конкурировать етпейді басқа әйелменен. Мысалы, любовницалар, байқасаңыздар, әйелдермен көп конкурировать етеді. Неге? Өйткені ол кішкентай кезінен жаңағы басқа балалармен салыстырған, басқа қыздармен салыстырған, немесе чувство брошенности болған кезде менің рызық несібемді басқа біреу алып алып тастап кетті, менің әкем алып кетті, менің әкем тастап кетті деген сияқты. Ол глубинный жұмыста өздеріңізбен, да? И осындайда іште қалып қалады. Яғни менің өзіме берген рызық несібеме бар екенін мен сезіне алмаймын. Сондықтан мен конкурировать етемін. Сондықтан маған басқа әйел туралы айтпа, мені мақтама. Егер маған мақтасаң, мен автоматты түрде өзімді жаман сезінемін, да? Бұл іштегі опять самооценканың төмендігі. Яғни негізі я не окей, бірақта я показываю, көрсетемін, типа мен океймін, и басқа бір әйелдің окейлігі туралы айтса, мен автоматты түрде жаңағы не окей деген жарама барып тиеді. Сондықтан маған басқа біреуді мақтама деген ойдың болуы. А бұдан арылу үшін, конечно, я окей деген состояниеға жету керек. Опять ішкі опора, опять самооценкамен жұмыс істеу, я. Бұл 9-ші пункт. Ары қарай
10 пункт, егер сіздерде агрессия бар болатын болса, ашу бар болатын болса, көп манипуляция жасайтын болсаңыздар, үйде көп ұрыс шығаратын болсаңыздар да, знаете, мынандай бар, что ұрсып сөйлесетіндер бар, допустим, да, сен пошел ты нафиг, сен өзің кет, жоғал, бірдемке деп боқтасып, екі жақта осылай ұрысып қырылысып жүреді, да, но олардың общениесі, но все равно соңы разводқа, изменаға ештеңеге келмейді, окей, ертеңінде күліп түк болмай жүру, это другое дело. Тағы да мынандай әйелдер бар, который действительно үйде ұрыс шығарғысы келіп тұрады, үйде бәрін тиіскісі келіп тұрады, балаларын жаңағы күйеуісі келсе, балаларын күйеуінің көзінше ұрып, көрсетіп, жаңағы смотри деген сияқты, бәрін мен жасап жатырмын деген сияқты бір ашу бар. Бұндай әйелдерде ашу деген не негізі? Ашу деген мықты бір энергия, ашу деген реализовация ету үшін, өміріңде бірдемкені өзгерту үшін берілетін энергия. Бірақ көбісі ашуды қолдана алмайды, жаңағы басқаға я деп айту үшін өзіне жоқ деп айтқан әйелдер көбінесе өзін баса береді, ашуын баса береді, жақсы энергиясы, жаңа мықты энергия дедік қой, оны дұрыс қолдана білу керек. Ол дұрыс қолдана алмағаннан ол ашу. Или женский аурулармен шығады, отношенияда көп өзіңізді басатын болсаңыз, гинекологический аурулармен шығады, аллергиямен шығады, жаңағы сөйлей алмағаннан, ашуды сөйлеп айта алмағаннан всегда жаңағы бір тамақтағы аурулармен шығады, әртүрлі, да. Содан кейін немесе жаңағы пассивная агрессия, ол әйелдер хейтер болады, немесе жаңағы енесімен қырылысады, күйеуге келгенде күйеуіне тиісіп бастайды, балалармен тиісіп бастайды, бұндай әйелдерге просто өзімен қатты жұмыс істеу керек. Вот өзің спокойствияға келесің, өзіңнің барлық пазлдарыңды, бұл әйелдің, например, ойын бар ғой, бір-біріне бүйтіп жинайтын пазл ойынша, вот сол жерде пазлдар дұрыс қойылмағанда просто, оны алып дұрыс орнына қоятын болсаң, ол әйел үрейден де арылады, ол әйел қорқыныштан да арылады, ол әйел жаңағы өзіне сенімді бола бастайды, сенімді әйелде уже агрессия төмендейді, өйткені агрессиясын дұрыс қолдана бастайды, да. Одан кейін не істейді? Ұят сезімі болмайды, каждый жерде өзін кінәлі сезінбейді. Басқа бір әйелдерді мақтап тұратын болса, ол әйел жаңағы, да, классно, кстати, мен де көрдім, столды күшті жасайды деген сияқты, уже басқаша сөйлей бастайды, легкость болады, общенияда күйеумен де, да, флиртовать етіп бастайды, потому что зажатость жоқ, потому что көп жаңағы изменаға алып келетін әйелдердің төсектегі зажатость. Қазір ол туралы да айтам, как раз 11-ші пункт, төсекте ашыла алмау ұят сезімнің болуы. Көбінесе мына хорошая девочка позициясында болу, ата-анадан сепарация жасалмаған қыз, ол всегда сексті бір жаман көреді, да. Секс деген дұрыс емес, яғни просто автоматты түрде психологически тұрғыда, мен кішкентай қызбын, мен өспегемін деп күйеуінің жанына осындай позицияда келетін қыз, ол раскрепощенный бола алмайды, ашыла алмайды, қанша бала туса да ол төсекте өзін жаңағы хорошая девочка болып көрсетеді, да. И сондықтан еркек все равно пошлостьті жақсы көретін еркектер бар, да. Қандай еркек болса да, еркектердің қанша проценті олар сексқа келген кезде всегда хочет вот это вот драйв, кайф, да, раскрепощенность, да, ол деген бір бәрін мына жерін бүйтіп қозғам, мынау қозғам емес, все равно заметно. Ұялмайтын әйел төсекте заметно болады, сондықтан просто осы жерде сіздерде проблема бар ма, тоже қарап көріңіздер. Бұл жерде уже өзіңнің ұят сезіміңмен жұмыс істеу керек, сепарация жасауың керек ата-анаңнан, да. Көбінесе сепарация жасалмаған, кішкентай қыз ұят сезімде қалған қыздар осындай болады. Сепарация жасау үшін ең бірінші өзіңнің ұят сезіміңмен жұмыс істеу керек, та, бұл жерде, Ары қарай бұл пунктта бәрінде бар деп айта алмаймын, потому что кейбір қыздар өте өзін қатты күтінеді, бірақ все равно измена бар, да. Но или там өзін қатты күтінеді, но все равно отношения жоқ деп те айтсақ та болады. Бұл пункт кейбір әйелдерге, жаңа айттым ғой, бұл пункттың барлығы бір әйелде болу деген емес, осының ішінде 4-5 болуы мүмкін сіздерде. Осы изменаға, жігітіңнің жоқтығына, қарым-қатынастың дұрыс еместігіне алып келеді. Үйлендім екен деп өзін күтпей кету. То есть, я понимаю, декретте отырып, мысалы, сен 1-2 жыл әбіржіп кетуің, это другое дело. Оны да, мысалы, күйеуіңмен сөйлесуге болады, да, знаешь, мен бала көтеретін болсам, давай, или шамамыз болса няня алайық, или там үйге бір сестренкамыз біреу келіп біздің үйімізде тұрсын, кішкене жарты ақшасын беріп нетіп отырайық, бірақ маған көмектесіп отырсын, мен де өзімді күтінгім келеді, хотя бы
күніне бір рет душыма түскім келеді деген сияқты да. Или сен келесің 2-3 сағат сен қарайсың, сол кезде мен деген душыма түсемін, бүйтіп аламын деген сияқты, иә. Оның орнына мен енеммен тұрғым келеді, мен тұрғым келмейді, потому что слушать етпеймін, потому что мен балаларыма қараймын деген сияқты. Көп әйелдер өзін ана соншалықты бір роботпен деп ойлайды да. Бала туады, еще енесіне қарайды, еще үйін жинайды, еще күйеуі келсе қой жарайды, менің бала деген әйелдің обязанности ғой деп жаңағы өзін күтінбейді. Тағы да айтамын, декрет кезінде 1-2 жыл осындай болу, это нормально, но кішкене өзіңе келгеннен кейін өзін күтінбей жүретін әйелдер өте көп та. Вроде бы балалары уже өгіздей болған, но все равно уже привычка қалыптасып қалған, өзін қарамайды, күтпейді. Бұны не то, что жаңағы тек қана изменаның себебі емес, даже кейбір әйелдер мен отношения жоқ. Неге деп сұрайды да, менде отношения жоқ, неге? Қарасаң, она вообще сексуально непривлекательная. Вот сен әйел адамсың, я, сен жігітпен танысқан кезде сен көзге бірінші сырттан сенің внешностіңнен көрінеді. Аузың ашылмай жатып, сен ұзақтан бірінші көреді да? Сенің парфюмың, сенің киген киімің, сенің бетіңнің кожасы, сенің шашыңның күтімі, сенің жаңағы барлық маникюр, гелевое покрытие бірдемкемен жүру деген сөз емес, прям секс прет. Не то, что сексуальное, а секс прет деп анандай яркая болып тұру деген сөз емес, а вот это вот ухоженность, да? А кейбір көп әйелдерде ол жоқ. Бір серая мышь болып киініп алады, жүре береді сорлы ұқсап, басыма бағыма жанса бір бай табылар деген сияқты. Но извини меня, ешқандай еркек бірінші саған тұратын болса, сенің внешностіңе тұрады, сенің әдемі түріңе тұрады. Әдемілік деген ол сенің Алла тағаланың жаратып берген түріңнің жаман болуында емес, а сенің ухоженностіңде да. А кейбіреуі бетін даже күтетін крем де алмайды. Или вообще мен крем жағуды ұмытып кетіппін деген сияқты сөзді айтады. Ты что, бүгінгі күнде 21 ғасыр, ты что, дорогая, заманға сай кішкене өмір сүру керек, да? Кішкене уходыңды дұрыстауың керек. Как минимум сенің бетіңді жуатын бір уходың болу керек, үстіңе жағатын уходың болу керек. И ол байкеделікке вообще қатысы жоқ. Это просто сенің привычкаң. Каждый адам өзіне айына бір 5-10 мың теңгеге косметика алуға мүмкіндігі бар. Каждый адам 2-3 айда бір гардеробын, мәселе арзан қымбаттықта емес, обновлять етіп тұруына мүмкіндік бар. Бірақ та көп әйелдер өздерін күтінбейді, вообще күтінбейді. И ой, ақша жоқ қоя салшы, ой, байым бар ғой, енді болды ғой деп жүре береді. А біреу айтады, ой, мен 30-дан асып кеттім, конечно, маған ешкім қарамайды деп жасын сылтау жасайды. А на самом деле түріне қарасаң да, просто өзі бабушка болып кеткен. Просто бабушка, да? Күлген кезде не тістері, уходы жоқ. То есть, әйелдер, пожалуйста, өздеріңізді күтініп жүріңіздер. Еркекті это все равно привлекает. Бұл тек қана мен айтпаймын, бұл барлығы деп. Кейбір психологтар, сексологтар тек қана осыны өмір қылдырып қойды. Сенің внешностің, сенің косметикаң, сенің киімің, вот осы болса, сен де бітті, сен үйленесің, миллионер боласың дейді. Нет, это не так. Бұл бір бөлшегі. Бұл сенің өміріңе, отношенияңа мән қосатын бір бөлшегі. Сондықтан каждый бөлшек қосылған сайын отношения улучшаться етіледі. Егер ана еркек күйеуің или жігітің нарцисс болмаса, нормальный еркек болатын болса, осылардың бәрі дұрыстайтын болсаңыздар, отношения дұрыс болады. Бірақ та көптері күтінбейді. И, кстати, күтіну туралы айтқым келеді осы жерде, фигураңыздың да күтінуі. Например, балаларыңыз тудыңыздар, я, балаларыңыз болды дейсіздер да, сиыр сияқты жүресіздер. Каждыларыңыз қазір күнде үйлеріңізде YouTube бар. Каждыларыңыз, например, өздерің біреулеріңіздің, мысалы, менің шеям қысқа, мен білем оны да. И мен қазір, мысалы, шеямменен, осанкамен бүкірейіп жүремін кішкентай. Қазір әлі күнге дейін осымен жұмыс істеймін. Да, шүкір, кішкене бұрынға қарағанда түзеліп қалды. И каждыларыңыз көріп тұрсыздар ма, уже кемпір сияқты басып бара жатсыздар, семіріп бара жатсыздар. Мына бакаңыз май, мына бакаңыз май, да, мына жер бит тұрған май, да. Давайте работайте над собой. Ертең күйеулеріңіз изменять еткен кезде, или даже қыздар бар, жастары, допустим, 35-те, 30-да сиыр сияқты болып кеткен. Мен бұл жерде сіздерді сиыр деп нетпеймін, да, осуждать етпеймін. Просто, шынымен үлкейіп кеткенсіздер, да. И білесіздер, что, да, другое дело, если у вас гормональный сбой, проблема, да, другое дело, но көптеріңіз просто өздеріңіздің ауыздарыңызды контроль жасай алмайсыздар. И осыдан барып, осындай жағдайға жетесіздер. Хотя можете, да, хотите действительно классные отношения, аузыңызды жауып үйреніңіз, нан жемесеңіз өлмейсіз, нанға май жағып жемесеңіз өлмейсіз, ничего страшного.
күнделікті 3 рет емес 2 күнде 1 рет жеп тұрыңыз, да, деген сияқты. То есть өзіңізбен күтініп бастаңыз. Потому что любой еркекті, көп еркекті привлекает, конечно. Енді бір сексуальный маньяктар болмаса, көп еркекті привлекает нормальная, красивая фигура. А сіздер байым бар екен, болды екен деп жаңағы жүре бересіздер. Куда он денется, уже бала туып бердім. Бұның бәрі баладан, вот бала тумасам, бұндай болмас едім деп балаға сылтау жасап қоясыздар. Немесе әйелдер болады, бұның бәрі жастан уже мен картидім болды. Сол үшін алмайды, әйтпесе, я сама офигительно деп. На самом деле, извини, сен 35 жаста киініп алғаның 60 жастағы сияқты, фигураң 60 жастағы сияқты, өзіңнің күтімің вообще жоқ. Но есть такие, вот не могу отрицать, да, сондай әйелдер өте көп. И, конечно, саған еркек қарамайды. Потом келіп айтпа, почему менде отношения жоқ? Почему менде отношения жоқ? Потому что надо работать над собой, да? Содан ары қарай өмірге слишком серьезно қарай бастау, флиртовать ете алмау. Бұл, опять же, күйеуге шыққан әйелде де болады, да? Балалық шақтан серьезно қарау, легкості үйретпеуден, ол күйеуге шыққанда да жақсы қыз болу, артық сөйлемеу, күйеуіне флиртовать ете алмау, допустим, да, мысалы, күйеуінің көтенін барып тарс еткізіп ұру, или там бірдемке, ондай жоқ ол әйелде. Вот жоқ ол болмайды, ол ұят, ол никак, ол нельзя деген сияқты, да. Или там күйеуіне бір флирт сообщение жазу, ондай жоқ, да, флиртовать ете алмайды. Сол сияқты күйеуге шықпаған қыздар да соны жасайды. Ана кәртиіп кеткен мышлениенің, жаңа түр туралы айтсақ, түрдің кәртиіп кеткеу. Кейбір әйелдерде мышлениесі кәртиіп кеткен. Ой, маған үйту керек, бүйту керек, кредитім бар, күйеуге шықсам ертең бүйту керек деп бар ғой, ана күйеуге шыққысы келеді, но сен отношения бастағанда, басында, да, бірінші флирттан басталады деп айтпаймын, но все равно ортада флирт бола бастайды, да, флиртовать етесің, интересная болу үшін, а көбісінде ол жоқ. Серьезная женщина, вот я вот как железная женщина, я вот такая вот, не надо со мной так, маған қалжыңдама ондай сөзді, айтпа, үйтіп жасама, ты кто такой вообще деген сияқты. Или там, білмеймін, неше түрлі сексуальный бірдемкелермен флиртовать етті, да, сенің күйеуің ол, күйеуің, сенімен флиртовать еткенде кіммен флиртовать етеді ол? Соны жасамайсыздар, содан кейін басқа бір әйел жаңағы жалмаңдап тұрған бір любовницаға барған кезде жылайсыздар, иә? Сондықтан сондай болмау үшін өздеріңіз осыны жасап үйренулеріңіз керек. Бұл 13-ші пункт, ары қарай 14 сағыз құсап жабысып қалу, өзінің жеке өмірінің жоқтығы. Көптеріңіз тоже осындайлар бар, күйеуім не істеп жүр екен, 45 рет соған звондау, үйде отырып өзінің жеке өмірі жоқ, ешқайда бармайды, хотя уақыты бар болса да, бірақ та күйеуін ғана күтіп отырады. Ештеңке жасағысы келмейді, күйеуім. И также қыздар, жігітім не істеп жатыр екен, или там қашан жігіт қарайды екен маған, қашан үйтеді екен, ну, сен ондай тревожный болатын болсаң, жігітің жоқ болып тәуелдікте жүрсең уже жігіттен, ну, извини, тебе тяжело будет найти отношения, да, сондықтан каждый әйелдің өзінің жеке өмірі болу керек, өзінің жеке пространствосы болу керек. Бұл сіздің өміріңіздегі күйеуіңіз, жігітіңіз какой-то бір процентін алса, мына жақтағы процентным соотношение басқа да өміріңіз болу керек, да, сіздің өзіңіздің ісіңіз болу керек, сіз өзіңіздің внешностіңізбен, спортыңызға барып, подружкаларыңызбен кездесіп деген сияқты, да, өзіңіздің жазып жатқан бір кітабыңыз болу мүмкін, курсыңыз болу мүмкін, то есть что-то вы делаете, өзіңіздің жеке өміріңіз. Өздерінің жеке өмірлері жоқ болғандықтан жаңа жігіт деп отырады, допустим, да. А кейбірі наоборот болып кетеді. Бүткіл өмірің бәрі жаңағы бизнес, анау мынау, жеке өмірі маған сен үшін вообще пофиг, ұзақ тұршы деген сияқты тұрады. А потом, конечно, күйеуі тоже сырттан істейді. То есть бәрінде баланс болу керек, ханымдар. А баланс болу үшін сен ішкі дүниеңде бірінші өзіңді сезініп, ішкі опораңды түсініп, өзіңнің самооценкаңды дұрыстап, да, сенімділігіңді арттырып жұмыс істеуің керек, да. Бұның артында не тұр? Жаңағындай әйел, жігіт деп отырған әйелдің артында менің өзім жеке өмірім, ну, мен не істеймін? Мен қолымнан түк те келмейді, мен жасай алмаймын. Ой, спорт қойшы жарайды, ода тұрған ештеңке жоқ, осылайда нормальным деген сияқты артында бір негативный ойлардың болуы. Мен жасай алмаймын, менің қолымнан келмейді, мен ойдан айырылып қалсам ешкім емеспін, мен оны ойламасам, ол қазір измена жасайды деген бір қызғаныш болу. Тоже негативті ойлар ғой. Понимаете? Измена қалып келетін
вроде бы қазір мен пункттарды айтып отырмын, а оның астында сіздің өзіңіздің мышлениеңіз, өзіңіздің сенімділігіңіздің жоқтығы, ішкі опораңыздың дұрыс еместігі, а оның бәрі неден келеді? Ойдың дұрыс болмауы, психикадағы травмалардың болуы, восприятияның дұрыс болмауы, қабылдаудың, ұят сезімінің көп болуы, өзіңе сенімді болмау. Қандай қабылдаулар бар бұндай әйелдерде? Менің қолымнан келмейді, мен лайықты емеспін, мен бұл еркекке лайықты емеспін, бұл еркек мен проблемныймын. Бұл еркек егер менің проблемный екенімді білетін болса, ол мені тастап кетеді деген бір үрей қорқыныштың ішінде жүру. 15-ші соңғы пункт, бұл да көп қыздарда бар деп айта алмаймын, но в то же время жоқ, көп қыздарда емес, наоборот, көп қыздарда бар, но барлық измена жасаған қыздарда бар деп айта алмаймын. Бұл өз ойын айта алмау. Көп әйелдердің тілдері, вот қазір грубый сөз айтам, грубый сөзді просто запомните. Көп әйелдердің ауыз не үшін берілген, оның ішіндегі тіл, сен сөйлеп, өзіңнің границаңды білдіріп, қалауыңды айту үшін. Бірақ та көбісінің тілі аузында емес, көтеніне кіріп кеткен. То есть үндемей отырады, көтенің қысып отырады. Көтеніңді қыс деген, жарайды көтеніңді қыс, бірақ аузыңды ашып, өзіңнің ойыңды айтып үйрену керек, Маған ұнамайды сенің бұндайың, маған ұнамайды сен маған осылай айтқанда, мынамдандай деген сияқты өзіңнің границаңды, өзіңнің ойыңды, өзіңнің қалауыңды айтып үйрену керек. Бірақ та бұндай адамдар, бұндай әйелдер айта алмайды. Хорошо, каждый айтқан сөзге келісе береді. Жарайды, келіскісі келмесе де, жаңа айттым ғой, өзіне жоқ деп айтады, басқаларға я деп айту үшін да. И осыдан баратта не болады? Осыдан баратта жаңағы неинтересное болады. Ол айтуыңыз мүмкін, сонда қалай сол үшін деп. Көбінесе еркектер жаңағы өз ойын айта алатын, өзіне сенімді әйелдер жақсы көреді. Неге өз ойын айтудан қорқады? Опять же, мен тастап кетеді. Мен басқаға лайықты емеспін, мен жақсы еркекке лайықты емеспін, сондықтан мен үндемеймін, мен проблемныймын, осы проблемамды білмеу үшін мен жақсы қыз болып көрінейін, сол кезде ол мені тастамайды деген сияқты ойдың болуы. Сондықтан осылардың бәріменен біз не істеуіміз керек? Жұмыс жасауымыз керек. Осылардың бәрін проработка жасаған кезде, то есть измена негізі отношенияны құру дұрысталады. Измена, мен айтпаймын, бұның бәрін жасайтын болсаңыздар, сізде 100% измена болмайды деп. Бірақ бұл изменаны төмендетеді. Өмірде изменаны төмендетеді. Бұның бәрін жасау үшін не істеу керек? Ханымдар, ең бірінші, просто өздеріңізбен, ішкі дүниелеріңізбен, самооценкаларыңызбен жұмыс істеулеріңіз керек. Көптері, например, жаңағы төсек туралы үйренеді, қалай киіну туралы үйренеді. Женщина бірдемкеде, женщина-лисица деген бірдемкелерді оқисыздар да. Артында сен женщина-лисица болып, бірақ та әлі күнге дейін өзіңе сенімді әйел болмайтын болсаң, қайдағы женщина-лисица? Сен білдіріп тұрасың ғой өзіңнің әрекеттеріңнен, сөзіңнен, мына пункттарды көрдіңіздер, 15 пунктты айтып шықтым. Осы 15 пункттың ішінде как минимум, егер сізде измена болса, отношение болмай жатса, қайта-қайта изменять етіп жүретін болса, осының бәрінде не бар? Осы пункттардың біреуі бар. То есть, или қайта-қайта изменять ететін жігітті тауып алған болсаңыздар, қайта-қайта сондайға тап болатын болсаңыздар, значит, где-то сіз еркекке осы әрекеттеріңіз үшін непривлекательныйсыз, да? Сондықтан не істеу керек? Сондықтан өздеріңіздің самооценка, ішкі опораларыңызбен жұмыс істеу керек. Мен сіздерді бұндай жағдайда өзімнің марафон квестіме шақырамын. Марафон квестта сізге бір айға доступ беріледі, 30-дан астам сабақ бар, 20 күн мен сізге кері байланыс беріп отыратын боламын. Яғни сабақтарыңызға, тапсырмаларыңызға өзім кері байланыс беріп отырамын. И бұл сабақтардың ішінде не бар? Бірінші, негативті ойларыңызбен, қабылдауларыңызбен жұмыс істейсіздер. Бұл өте маңызды. Бұл мен сіздерге айтайын, бұл марафон квестта сіздер не только қарым-қатынастарыңызды, содан кейін ақшамен қарым-қатынастарыңызды жақсартасыздар, адамдармен қарым-қатынасыңызды жақсартасыз, өзіңізді қабылдап үйренесіз. Мысалы, кейбір қыздар бар, отношение жоқ болса, сол отношение жоқ болған үшін өзін жаман сезінеді, а на самом деле өзіңізді жақсы көріп үйренуіңізге болады. Мен өмірімде қазір отношение жоқ, но я все равно себя люблю. Көп қыздарда ондай состояние емес, менде отношение жоқ, значит, я плохая. Менде ақша жоқ, значит, я плохая. Менің жігітім қазір маған дұрыс қарап жүрген жоқ, значит, я плохая деген сияқты самооценка өте төмен көбісінде. Именно осы самооценканы дұрыстау арқылы өзіңіздің ішкі опораңызбен жұмыс істейсіз, негативті ойларыңызбен жұмыс істейсіз, ұят сезіміңізбен жұмыс істейсіз, агрессияңызбен жұмыс істейсіз, кінәлау сезімімен жұмыс істейсіз, жертва болудан арыласыз.
ұят сезімі, жаңа ұят сезімі туралы 40 минуттық сабақ бар. Соның өзі сіздерде кәдімгідей ашылуға көмектеседі. Ортада ашылуға, мен сөйлей алмаймын, ойымды айта алмаймын деген, ортада ашылуға, күйеуіңізбен флиртовать етіп үйренуге, осының бәріне көмектеседі. Мысалы, ісіңізде де может сіз қорқасыз, айта алмайсыз өз ойыңызды, бұл сізге көмектесетін болады. То есть бұның ішінде 30-дан астам сабақ бар. Оның 9 сабағы ақша блогы туралы, қалғаны полностью өзіңнің ішкі дүниеңмен жұмыс істеуге керек сабақтар. Каждый сабақта прям кәдімгідей 100% нәтижеге жету техникалары беріледі. Негативті ойыңнан айырылу. Мысалы, негативті ойлама деген сөзбенен біздің негативті ойдан арыла алмаймыз, онымен кәдімгідей жұмыс істеудің жолы болу керек. Мен сіздерге соның пунктін беремін. Одан кейін агрессиямен қалай жұмыс істеу керек? Жаңа айттым ғой, ашулана бересіздер, балаларыңызды ұра бересіздер, соға бересіздер, осыдан отношения құрайды. Агрессиямен қалай жұмыс істеу керек екенін сол туралы сабақ бар. Одан бөлек сезімдер, жалғыздық деген сабақтар бар, Одан кейін өзіңіздің түріңізді, телаңызды, мысалы, өзгерте алмайтын бойыңыздың қысқа болуы, или құлағыңыздың кішкене үлкен болуы, или там еще что-то қабылдай алмайтын жағдайлар өте көп. Или өміріңізді, тағдырыңызды, ауылдан шыққаныңызды, әке-шешеңіздің алқашқы болғаны, или тағы бірдемкені қабылдай алмайтын, или балалық шақта может зорланған болуыңыз мүмкін. Осыларды қабылдай алмауыңыз мүмкін, Мен толыққандымын деген ішінде медитация бар. 30 минуттық медитация арқылы сіздер просто сол медитация деген өздеріңізді қабылдап үйренесіздер. Ол орысша жаңағы медитация емес, кәдімгі қарапайым қазақ тілімен, бірақ та прям сіздердің түп санаңызға барып, сол жерде өзгертетін медитация, Соны істеу арқылы өзіңізді жақсы көріп бастайсыз, өзіңіздің телаңызды жақсы көріп бастайсыз, Одан бөлек жаңағы болашақты көп ойлай беремін, денемде бір үрей бар, мені тастап кетеді деп қорқамын, мен осыны істей алмаймын деп қорқамын, мен бірдемкеден қорқамын деп жүрген әйелдерге өздерінің үрейімен жұмыс істейтін, телодағы үрей, ойдағы үреймен жұмыс істейтін сабақтар бар. То есть 30 сабақ бойы біз сіздерменен прям четко, ясно, осы состоянияға жеткіңіз келсе, просто сол сабақтарды оқисыз, жасайсыз, и кәдімгідей сол состоянияға жетесіздер. Сондықтан мен сіздерді марафон квестта күтемін. Дәл қазір маған аламын деп жазғандарға жақсы скидка жасап беремін. Сондықтан тезірек өтіңіздер. Айтпақшы, еще дәл қазір аламын дегендерге беретін тағы да бір сыйлығым бар. Ол үшін маған астыға осы видео келген жерге қайтадан жауап жазып жіберіңіз. Мен марафон квестті аламын деп бағасын және скидкасымен айтып, қандай сыйлық беретінді айтамын. Тезірек жазыңыздар.